Мен әлі Адылқал ауыл мектебінде 6 класста оқыған заманда бірінші ятлауымды яздым. Оны мен ятқан ері енетлі болсын, айым Женетхан Кубанова бағысладым. Сол ятлауды атам Ноғай дауысы республикалық газетасына берді. Ол бір кесек заманнан газетаның бетінде шықты. Елбетте ол менің бірінші етімісім деп сайдым мен. Ол зат менің көңілімді дәурендірді яң ятлауларға. Онан көп болмай біздің мектепті yokladı Качер халық шайыры Келдіхан Исаевна Кумратова. Оның келейгі ақында маған Ноғай тілден оқытушымыз білдіргенде, сол ұқсатлей Ноғай тіл дерісінде мен оға бағыслап бір тесте ятлау яздым. Есіңізде болса, Келдіхан Исаевна көп елларда алтын оқа еплерден деген ятлаулар иінтігін шығарған еді. Сол кітаптың атын құлланып, мен оға бір десте ятлауды бағысладым. Ол бұлай. Алтын оқа еплерден сыдыралар тіккен мен, келейік деп Келдіхан күйезленіп жүрген мен. Сол бір десте ятлауды қол салып, ақ қағытқа қондырып, Келдіхан Исаевнаға мен бергенде, Ноғай адабиятымыздың сыйлы yazушысы маға қарады да, «Саға қарасам асан бебем, менің яз заманым, балалық шағым, яслық поэзиям көз алдыма келеді» деді. Сені алдыда яшаудың кең икон yolları сақлайды деді. Ол затта менің көңілімді күлпілдетті, тағы да яңы ятауларды яздырма дәурендірді, күш берді. Міне сөйтіп мен ятаулар язуыма кәрлеп басладым. Ауыл мектебін бітірген соң 11 класын Карачайск қаласындағы Қарашай Шәкеш өкіметлік университетінің филология институтына түсіп, журналистика факультетіне оқуға. Онда оқып, онда да университетский вестник деген газетаман тар байланысты яшадым. Студент елларымда онан да басқа мен біздің Ноғай дауысы республикалық газетамызбен тар байланыс түздім. Студентлік яшауында болатан қайнаулы шақлар ақында, түрлі амаламалар, конкурслар ақында, қысқа мақалалар, корреспонденциялар yazып, Ноғай дауысы газетасына иверіп тұратан едім почтамен. Әр бір баспалауым маға көңілімі икон ярақлықты берді, күш берді, тұтаслап айтқанда. Сөйтіп мен ақырын журналистикаға да, журналистика yoluna да абыт еттім. Онан соң мен Карачайск қаласында университетті тауыскеннен соң, әлі тауыспей. То есть, Карачайск қаласындағы өкіметлік университетінің журналистика факультетін әлі де тауыспей, 3-ші курста заманда мен өзімнің бірінші практикамды Ноғай дауысы республикалық газетамыздың редакциясында өттім. Мен онда бек еліқтылар, икон сауылысын айтаман газетамыздың бас редакторына, Алтынай Юнусына Тубаға. Сөйткенде мен практикамды өткеннен соң бір кесек заманнан олар мені құлқа шақырдылар. Сөйтіп мен міне Ноғай тілімізде шығатан газетамызда өз әрекетімді басладым. Yazушылықпен, журналистикамен, шайырлықпен кәрленетім, тек бір кесек етпекпен тоқтуыл. Ол кешесі күн өзі қолына қалемін алып, қалемін өткілдендіріп, әр күн сайында өзінің сүйген ісімен кәрлеме сүйеді. Мама деді та? Мама айтады. Мұны мұна үйде тренироваться еттамын, изредка сөйтіп. Телефон деп алып саламын да шай ішкен жерде. Өзіме қаратып камерады. Тренироваться мен для себя, короче. Ертең телевидение шақырғандар, съемка бар еққан, допустим. Комплексую, как сейчас. И мама көреді, соны мама айтады. Яны шифонердің беласына қарада дейді. Мен арумен, меннен ару жоқ біреуде деп айтышты дейді. Күлемей тоқа, күлемсіремей. Без улыбки. Деп қарап, мен арумен дейді. Икетті күлік. Мотивация салаты мамадан да көмек тағады ма? Помогала ма? Конечно. Ты уже себя собираешь, уже держишь. Все, Асан.
стройно тұрмарық, насанка прямая. Бір бала деп айтады ма. 5 класс, по-моему, бала. Яс бала, ер бала, в общем. Он айтады. Ну, орысша айтты. Я тоже хочу, когда я вырасту, дейді. Когда я вырасту, дейді, я тоже хочу стать, как Асан Найманов, журналистом, деді ма. И думаю, күлетінде, короче, мен айттым. А почему ты мечтаешь стать журналистом, дедім. А кто такой Асан Найманов, дедім. А мен атын дедім айтқан жоқпын. Ана учитель айтқан бор, может, встреча с редактором журнала Маметаки деп дедім. Мен вообще представляться келіппін. Мен деп качымца галстукын көрдім, Маметаки қолына саттым. Я тоже хочу стать журналистом, когда подрасту, деді. И хочу стать как Асан Найманов, короче, похож на Асана Найманова. Ну, сөйтіп айтты, короче. Ну, это получится, как будто я сам себе восхваляю, короче. И как он ответил? Почему? Почему Асан Найманов ответил? Потому что я его часто смотрю по ногайскому телевидению, деді. Его выступления, в общем, в разных этих регионах, там, командировкалар заттар, короче. Его баладан мен сұрадым, а почему ты хочешь выбрать именно журналистику деген заманда? Потому что я стихи пишу, деді, но начну писать и корреспонденции, деді, статьи, деді. Вот. И на сегодня оба бала ятоларда язат, орысшада, ноғайшада. И является одним из активных членов клуба юнкоров журнала. Міне Осетияда Новцау дейтін детский журналда шықты он ятлау. Декабрьде. Онда ердік. Ибрагим Месенеев. Қызылйұрттан. Разница в том, что ауылде, қайтып міне біз айтамыз де, сөй тілді өйтамыз дейміз, ноғай тілді. Пропагандалап жүреміз, пропагандировать етіп, мектептерді, затларда қайырды, ноғай тілді сақлама керекті. Ауылде ноғай тілде язатан балалар аз еді. Бүгінгі көп деп айталмаспын, но в разы ощутимо бар. Ноғай тілде язатан сочинение болсын, ятлау болсын. Но бар енті ауылдегіндей орыс тілде язатанларда, ятлаулар. Бар ондайларда. А бар вообще өзінің атыма тұқымын язатта, Пушкин, Толстойдың десін ақырын ере қояды. Ондайларда бар. Соның үшін көп оқымары кітаплар. Затлар кемесін деп ана. Зат со, айтып. Ну, краденый недер. Плагиат. Плагиатство болмасын деп. Бексақ болмар. Неше бір школдан я заблокировал прямо олардың затларын. Үй астынан не көрсе, ұшқанда да соны тір дейді ноғайда. Бұрын айтуымыз. Сөйткенде үйде атайлар, ағайлар, ата-аналар өз балаларына туған тілдерін, әдет жолларын, тарихымызды, адабиятымызды, саниятымызды, сол байлықларды, ата-бабадан келген затларымызды өз отырған иенлеріне, балаларына үйретіп барсалар, бізде алдыда туған тілді жою уақында сұрау тұрмақ деп ойланамын. Ол менің ойым. Не десе, бүгінгі өзіңіз көресіз, балаларынан басылап, бәрде сәбилер телефонларда, гаджетлерде, басқа тілмен айтқанда гаджетлерде, интернетте. Менің, Аллах айтса, келейікті мұрадым, міне келей жылдың 22-ші жылда 20 ясына толады біздің журналымыз. Маметаки Аллах айтса, міне сол заманның ішінде Маметаки журналымызға яшауында қатынасқан, қайнауы яшауында өз үліслерін кіргізген ноғай тілімізді өрлендіруге сол бәрді регионлардан, тұпақлас яшайтан ноғай регионларымыздан, ноғай бауырдастарымыз, қардышларымыз шақырып, бәрісіне де икон разылық білдірме мұратым бар. Аллах айтса, келек елға икон әзірленіп, әлі бейіл бастаяқпыз озатты. Бүгіндерді еске ала тұрып, интернет адамның яшауына кірген 21-ші өмірдің азбарында алдыда мұратым бар. Келек елларда телефонлар үшін ялғама етпе, приложение, Play Market'тен. Приложение тесін Маметаки деп, басқан заманда уже озвучкасымен, музыкальный ерлармен, детский ерлармен, бесік бала ерлармен, айтулар, тақпақлар, ребуслар, міне сөй кроссвордтар етіп басамыз балаларға, например, вот міне сенде бір ару тұрып, ма елаштың еңіл кроссвордтар етіп басадым, ана сен көрсеткен немен, аше, ақыл алқылдан үйрік дейді. Сөйткенде
Yürgön zamanda bireudен akıllı oy estesin, bireudен akıllı bir zat estesin. Tam ene şu zаттар солай суммировать etip şiyasında hem bir күшкө жыйнап халкың үчүн этесин соколуңдан келди, күшүмдөн келди. Бизге со спонсорством в основном спонсорлар керек болады. Эгер биз нетсек, кайдам школалардан, садиклерден керек сумма акчамызды жыя алмасак, типография, сол заманда издейбиз. Эми конкурслар эткен заманда. Мына видео конкурс болсун, конкурс сочинение болсун, презентациялар, мастер-класслар, мына выездлар, ане катан сол заманда. Өкүнүчкө спонсорлар таппай бек кыйын. Бар Аллага шүкүр, ягытясларыбыз регионларда аз көп болсун жардам эттен, аңлайтан. Біреу 5 мың метке заказ етеді журнал, біреу 2 мың метке етеді қайдам. Міне сен өзің, например, ар заман выручат етіп алып тұрасың журнал, например, поддерживать етесің қайдам. Міне сондай ястар бірем-сірем бармақпан санама өлі қорды. Жүрегінде алалығымын өз халқына ярдам еткендерді. А так, міне спонсор табылмаса, например, қайдам бюджеттен сөйтен ақшамыз, типография, например, тютелька в тютельку, например. Кешікпей болады бюджеттен ақша, например. Соның арасында, допустим, срочно налогқа етпей келеді зарплатқа или там бір затқа. Или канцтоварийға керек болады бір зат, қағытама, ручкама, бір затама.